Бақыт, ассалаумағалейкум. Жақсы еке. Бақыт, бүгінгі ойын жөнінде тағын бір мындай тәжірибелер жаңылыштар болды бүгінгі. Жаңы нәсіл болған жоқ. Алай командасын жеңісімен берістен ұтып кетмекшімін. Алла тағалам насип еткен. Бүгін Алматы болып жеңіс алай жақта болды. Жеңістер құтты болсын. Біз теле ушу ойынға жақсы дайындалып шыққанбыз. Біз өзіміздің кішкене қататшылығымызға жол беріп қойып, жеңісті орын алдырып жүрдік. Кейінгі ойындарға бұйырса мұнан да жақсы дайындалып шыққанға әрекет қыламыз. Бүгінгі ойында қалқаманменен сенің орның өзгеріп қалды. Жоқ, екінші таймнан баштала? Негізі сондай болды, атты срочный алмаштырыш керек болып қалды. Қолымыз жүріп жатты да енді ат алмашқаннан кейін ол жүріп кетті. Bir-екі пас ұстағы қалқаман өтіп қалғанда ойын тең-тең шығып, даже бүлітке шейін барып білек. Бұйрық ұшында екен, жеңісістер құтты болсын. Барекелді. Өзің білесің бе, бұл бір ұпай деген көкбөрді теңелі күшті білдіреді. Бірақ өзің қалқаман ұшы 4-ші салымды салып атқанда, не қорғаушылар алыстап кетті? Берді ойын ішінде эмоция алдыру деген нәрселер бар емес пе, өзі жақсы білесіз ғой. Ошол себептерден бұл қалқаманымыз Қазанға жеткенде киімнен тартып жүріп, ақырқы гол салынбай кетті да. Киімнен тартып жұқпақтан ба? Жоқ, киімнен тартып жүрді да. Гол жетпейді. Қалыс көрбей қалды. Майырдан қалысты кемелеп көрмейді. Ойын ішінде ұшындай нәрселер болып тұрады. Значит, ұшындай бұйырғанда. Бірінші орын басары. Сапаров Адыл Салтаевич тапшыра. Бұйырса, емі жоғырқы лигаға аттанасың. Бұйырса. Емі жоғырқы лигаға жоғырқыдай деңгелі қарауызды. Жоғырқы лига деген бұл оңай нәрсе емес. Құдай бұйырса, біздің байкелеріс те бар. Шул байкелеріс жоғырқы деңгелге жақшаттарды алып берген болса, бұйырса біз жаңылану менен барамыз. Бұйырса. Уақыт берді бір қызық жағдай бар да. Сарыөзен командасы да бар. Мысалы, екі командадан алардан ғой беріп болады. Мысалы, сіздерден жақшы балдардан берілмеді. Бәлкім Сарыөзенге өтіп кетші мүмкін бе же қандай? Білмеймін, айка, ал жағын алдын ала ешнәрсе айта албаймын, бірақ ерте азыр ары қандай нәрсе болып кетші мүмкін да. Мен мысалда ынтымақ махаббаттан алғандай болып қалалы деген ойды айтып отырмын да. Андай да болып кетші мүмкін да, айка. Қазір алдын ала бір нәрсе деп айтшы мүмкін емес болып қалды. Өзіңіз байқағандай бұл турнирде ұтап деген командаларымыз бар, ұтылып мындай аябай жақсы турнир болды ғой бұл. Ар кімге тауышмақты болды. Бұйырса жоғарғы лиганы көреміз деймін, бұйырса алда қандай болады. Уағында көрелі жаңағы. Қазір бір нәрсе деп айтып болып та. Бірақ бақыт мен жеке ойымда ондай финал көптен бері болды. Жаңағы жоғарғы лигадағы ондай тең тайрашқан ойын болды деген еді финалдачы. Ең ақырғы финал ынтымақ достықты көргеніміз 2020. Андан кейінгілері 4-0, 7-0 шындай болды. Бүгінгі ойын бір негедір шыншалық шың алу бір тең тайлашқан ойын болды. Екі команда тең, бірдей команда екен Насылбек байке көрдіңіз ғой. Бір команданың өресілі кішіне өлі Малейші қата кетірген болса, гол менен бітіп өтті, ақырет салым мен бітіп өтті. Жақсы ойын болды, бұйырса, шындай ойындар көп болды екен. Балдардың бәріне егелік. Аман-есен келген үшілі, аман-есен үйіске жете елген. Бар болыңыздар, барыңыздар, майрамыздар мен. Рахмат. Игілік бұлдағычы. Бұлдағы өте чоң игілік. Құдай бұйырса, үйіңерге жайына кетіп алғылас. Сізге де чоң рахмат. Кешіңізге игілік. Макет достар, уақыт жолдаушылы. Ең шебер ойыншылардан болып кетті бізімнен.